Баршаңызға сәлем. Бүгін қызылша мен сәбізден дайындалатын өте оңай дәрумендерге бай, пісіруді, қайнатуды қажет етпейтін, тез дайын болатын салат дайындайтын боламыз. Оңай рецепттерді жіберіп алмас үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Лайк басып пікір қалдыра кетіңіз. Бұл салатты дайындау үшін бізге бар болғаны 2 сәбіз және 1 дана қызылша қажет болады. Сыртын ашып, тазалап жуып, бірден үккіштен өткізіп аламыз. Қайнатып қуырудың қажеті жоқ. Қызылшаны шикілей жеген денсаулыққа өте пайдалы. Осы салатты жасасаңыз өте дәмді болып шығады. Бір жегенде таусылып қалатын салат болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап жасап көріңіз. Үккіштен өткізілген сәбіз бен қызылшаны ыдысқа салып аламыз. Үстінен 2 сарымсақты осылай пресстен өткізіп қосамыз, немесе майдалап турап қоссаңыз да болады. Келесі кезекте татымына қарай дәмдеуіштер қосамыз. Олар 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық құмшекер, барлығын бір жерге салуға тырысыңыз. 1 шай қасық бұрыш, 1 шай қасық уксус және жарты шай қасық кориандрды езіп қосамыз. Үстінен кішкене майымызды қыздырып алып, сол дәмдеуіштің үстіне құямыз. Осылай пышылдап реакция беру қажет. Және жақсылап араластырып аламыз. Алдымен қасықпен араластырып, сонан соң қолдың көмегімен жақсылап біріккенше, дәмдеуіштер сіңгенше араластырып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қалдырсаңыз, суы шығып өте дәмді болып шығады. Майонез қосылмайтын, өте дәмді болып шығатын, қол жетімді заттардан, 2 ағзаттан тұратын салатымыз дайын болды. Бұл салатты дайындауға сіздің бар болғаны 10 минут қана уақытыңыз кетеді. Видео ұнаса, видеоның астында тұрған подписаться белгісін басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Жаңа видео шыққанда алғаш болып көретін боласыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.